Hürmetli көрерmендер, мен бүгін жұмыстан шықтым. Қазір сағат 5-тен 19 минут кетті. Жұмыс 5-те бітеді. Үй жаққа келдім. Қазір есік алдыға, двордың алдына. Қазір таксовать ететін боламыз. Таксовать етіп, қанша ақша табуға болатынын айтамыз. Текелі қаласында. Қала ішінде Пагороду дейді ғой. Сол Пагороду жүрім. Пагороду бізде бір адам 100 теңге. Таңа жолда қайтып келе жатып, бір адамды ала кеттім, 100 теңге берді. Қазір көреміз. Құрметті көрермендер, біз алғашқы рейсіміз жасадық. Салон. Міне 100 теңгеден 4 адам алып кеттім. Және тағы болатса, өстіп видеоға түсем. Арнадан ауыспаңыздар. Көрермендер, біз жаңағы жерден қайттық 2 кісімен. 2 адам алып. Содан кейін станцияға тағы салон 4 адам. Одан кейін ояқтан қайтарда бір адам жолдан попути дейді ғой, яғни. Жолдан бір адам алып кеттім. Мен бүгінгі табысым 1000 теңге. Қазір сағат 6-дан 21 минут кетті. Яғни 1 сағат 2 минут ішінде тура 1500 теңге таптым. Міне мұнда 500 теңге. Bir adam 400 теңгеден ғой. Пагороду. Күн көріп жатырмыз әйтеуір, ақырындап. Жоқ деп жатсақ жата береміз. Қимылдау керек кішкене. Жоқ десек ешкім әкеп бермейді бізге. Сол үшін қайдан ақша табуға болады, не істеуге болады, бәрін істеу керек. Жас кезде. Сол келесі кездескенше ағайын сау саламатта болыңыздар. Видеоға сау лайк басып, комментарияға пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және мынау Volkswagen Jetta двойка қандай машина сіздерге? Сонында комментарияға жазып кетіңіздер. Меніңше өте жақсы. Жоға. Зажигал кішкене жоға. Сіріңке сұрап жатыр. Ағалар такси күтіп отыр. Мен бірақ бүйтіп таксовать еткен жоқпын. Андай жолдан кездескен попути алып кетіп, сөйтіп 1000 теңге шығарып алдым. Егер тұрып таксовать ететін болса, онда одан да көбірек шығаруға болады. Меніңше осы Volkswagen Golf Jetta деген двойкалары, яғни екінші поколениясы өте жақсы машинелер. Супер экономичный. Бензин 100 километрге 7 литр жейді. Және менде газ ГБО, газобаллонный установка дейді ғой. Газбен жүрем. Сол ағайын келесі кездескенше, арнада басқа да қызықты видеолар шығады. Видеоны сал лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрқашан сіздердің пікірлеріңізді оқып жауап беру менің міндетім. Сол келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.